Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін жұп-жұмсақ булочки жасаймыз. Ол үшін жылы сүтке дрожжи салып қойып қоямыз. Жұмыртқаның үстіне қант сеуіп, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ванильный сахар қосамыз, сүтті қосамыз, және де ұнды салып, ақырындап жұп-жұмсақ қып қамыр илейміз. Видеодағыдай көрсетілгендей бөлме температурасына тұрған сары майымызды қосып, қалған сүтімізді қосып, ұнымызды, барлық қоспаларымызды қосып, жұп-жұмсақ қып қамыр илейміз. Ұнды көп қоспаңыздар, себебі қамыр қатты болып кетеді. Қамырымыз дайын болды. Кішкене қойып қойсаңыздар болады көтерілгенше. Одан кейін булочкимізді жасауға кірісеміз. Булочкиді өздеріңізге қандай формада ыңғайлы, солай жасай берсеңіздер болады. Мен мына видеода көрсетілгендей формада домалақтап жасап аламын бірінші. Одан кейін өзіме ыңғайлы формада оқтаумен жайып, үстіне кішкене сұйық май жағам. Міне видеодағыдай жайып алғаннан кейін үстіне сұйық май жағып, кішкене қант немесе қантпен макты араластырып салсаңыздар болады. Әдемілеп ораймыз. Тура видеода көрсетілгендей жасасаңыздар да болады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пешімізге пісіріп аламыз. Міне әдемі әрі үлпілдек булочкиміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.